Саламатсыздар ма? Бүгін сабақта біз to be глаголын қарастырамыз. To be глагол дегеніміз не? Жалпы бірінші сөйлемді аударып көрейік. I am a teacher. Жалпы мен мұғаліммін. Бірінші түрі ол жалпы жіктік жалғау ретінде қарастыруға болады. Мысалы, I am a teacher, мен мұғаліммін. Мін жіктік жалғау ретінде қарастыруға болады. Алайда бұл өте ондай қолайлы емес. Сондықтан бұны біз болып табылады ретінде қарастыруға болады. I am a teacher, мен мұғалім болып табыламын. Жалпы қазақтың өзін сана сезіміне ену үшін болып табылады ретінде аудару өзіме қолайлы деп ойлаймыз. Өйткені to be глагол бізде жоқ ондай өзіміздің грамматикамызда. You are a teacher, сен мұғалім болып табыласың, сен мұғалімсің. He is a doctor, әлі she is a doctor. Жалпы қыз әлі ұлға байланысты. He ол ұл, she ол қыз. Жалпы адамнан басқа заттардың бәрін it дейді. Мысалы, it is a dog, әлі it is a cat. Ол мысық, ол it. Ол it болып табылады, ол мысық болып табылады. We are teachers, біз мұғалім біз. You are teachers, сен мұғалім, сендер мұғалімсіңдер. We are teachers, біз мұғалім біз. They are teachers, олар мұғалімдер. Жалпы мына өзіңіз белгілі болған шығар, мына жерде бірінші ретте бұл жерде артикл қойылған деген, мына жерде жоқ. Көпше түрде артикл қойылмайды. Артикл дегеніміз не деп қарастыратын болсақ, жалпы ағылшын тілінде артиклдің екі түрі бар. Анықталған және анықталмаған болып бөлінеді. Енді қарап болсақ, мына жерде біз анықталмаған артикл деп екі бөлінеді. Және з ол анықталған артикл болып бөлінеді, ал әлде н ол анықталмаған болып бөлінеді. Олардың қолдану барысы кейінгі сабақтарда қарастыруға болады. Жалпы таныстырмалы түрде айта кететін болсақ, мына жерде дегеніміз ол дауыссыз дыбыстардан басталатын сөздердің алдына қойылады. Book. Ал н болса дауысты дыбыстардың алдына. Жаңа дауыссыз болса ол қоямыз, ал дауысты дыбыстан басталатын сөйлем болса ол н деп қоямыз. Жалпы бұл артиклдің маңызды емес деп ойлаймын сөйлеген кезде, себебі оның қойғаннан қоймағаннан ешқандай сөйлемнің мағынасы өзгермейді. Кішкене грамматикалық ауытқуда болмайды, жалпы мағынасы да өзгермейді. Өзім қолданған жоқпын сөйлеген кезде, ал былай енді тест тапсырған кезде енді керек болады деп ойлаймын. Керек болады. He is a good boy. Ол мұғалім, ол жақсы бала. Яғни is деген жалпы нұсқау ретінде қарастыруға болады. Ол жақсы бала болып табылады. Ол жақсы бала. She is a beautiful girl. Ол әдемі қыз. Мына жерде the book is white. Мына жерде the неге қойылып тұр десеңіз, бұл жерде анықталған артикл. Жалпы бұл жерде кітаптың түсін білдіріп тұр. Түсі белгілі болғаннан кейін the қойылады. The tree is green. Ағаш жасыл. The tree is green. Ағаштар жасыл. Болымсыз етістік өте оңай. Not жалғай саламыз. Мысалы, I am not a teacher, you are not a teacher, he is a not teacher. Енді сұраулы сөйлемді қарастыратын болсақ, бұл кішкене күрделі. He is a teacher, ол мұғалім. Ал енді сұраулы сөйлем құратын болсақ, мына жердегі to be етістігін алдыға қарай жылжыта саламыз. Is he a teacher? Ол мұғалім бе? Is he a good boy? Ол жақсы бала ма? Is she a beautiful girl? Ол әдемі қыз ба? Is the book white? Ол кітап ақ па? Солай қолданып кете беруге болады. Жалпы is'ді алдыға қоя саламыз. Оның тезірек үйренудің басты амал ретінде өзімнің амалым бұл жалпы she is a nice girl. Мысалы, бір сөйлем құрамыз. She is a nice girl. Ол жақсы қыз. She is not a nice girl. Ол жақсы қыз емес. Is she a nice girl? Ол жақсы қыз ба? He is a doctor. Ол доктор. He is a not doctor. Ол доктор емес. Is he a doctor? Ол доктор ма?
Жалпы осылай құрастыруға болады сөйлемдерді. Рахмет. Келесі сабақтарда жалпы дұрыстап жасайтын боламын сабақтарды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Жалпы келесі сабақта жүздескенше